Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай дұрыс тамақтану ПП самсасын дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бізге осындай псилиум қажет болады. Оны дұрыс тамақтануға арналған дүкеннен алсаңыздар болады. Осылай суға псилиумды салып, жақсылап араластырып, 10 минутқа қалдырып қоямыз. Сол кезде ол реакцияға түсіп, ісінетін болады. Енді біз әмбебап гарнец ұнын аламыз және оның үстінен сары майымызды осылай үккіштен өткізіп, немесе майдалап пышақпен турап қоссаңыздар да болады. Екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Үстінен тұзымызды саламыз. Біздің псилиумымыз осылай ісінді. Енді үстінен ұнымызды салып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Бұл қамырды ұзақ уақытқа қоюдың қажет жоқ. Иленіп болғаннан кейін 10-15 минут ұстап болып, самсамызды түйіп, пісіріп ала беруімізге болады. Қамырым дайын болды. Қамырымды 10 минутқа қалдырып, 10 минуттан кейін самсамды пісіруге кірісемін. Осылай домалақтап барлығын теңдей 50 граммнан 55 граммнан бөліп шықтым. Енді арасына салмамды салып, пісіріп алатын боламын. Осылай домалақтап самсаларымызды ұнға сала отырып жайып аламыз. Кішкене бөлініп, дұрыс жайылмауы мүмкін. Ол кезде қайтадан домалақтап, қамырыңызды қайта жайып жіберсеңіз, бірігіп кетеді. Бөлінуінің себебі бұл жерде ұнымызда глютен болмағандықтан кішкене қамырымыз жыртылуы мүмкін, бірақ ол ештеңе етпейді. Икемдеп барлығын өзіңіздің қалауыңыз бойынша форма беріп, самсаларды бүгіп аласыздар. Самсаларды формаға орналастырып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне қалаған дәндерді сеуіп, қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Осындай әдемі сап-сары болып пісіп шығады. Дәмі де кәдімгі самсадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер. Дұрыс тамақтануды бәріміз бірге үйренейік. Сау болыңыздар, менімен бірге болыңыздар.